Клоктауэр елінде сағат 12-де біреу түрмеден өз сиқырын қолдану арқылы қашып шығады. Ол өте әлемге әйгілі сиқыршы, әрине клоун. Ол қашып шығып өзінің аманатын орындатпақшы болып Алокқа барады. Алок та түрмеде еді. Ол түсінбей, бұның кім екенін білмей қатты қорқып кетеді. Ойбай, бұл кім? Сен кімсің? Ақымақ, неге қорқып жатсың? Мен сені құтқаруға келдім, және де бір тапсырма айтайын деп едім. Қандай тапсырма? Айта бер, түсінікті. Мен саған айтамын, бірақ сен мені ұқыпты тыңда. Түсіндің ба? Жарайды, кез келген тапсырманы орындауға әзірмін. Біріншіден, менің жауыз достарым бар. Олардың не айтып жатқаны туралы барлығын мұқият тыңдауың керек. Түсіндің ба? Иә, түсіндім барлығын. Содан кейін олар патшаның қызын сиқырлап қойыпты. Және де сен олардың не айтып жатқанын барлығын естіп, патшаның қызын оятуың керек. Тағы да патшаға барлығын айтуың керек. Иә, мен барлығын дұрыстап тұрып орындаймын. Дәл сен айтқандай. Кез келген тірлікті. Осының бәрін егер де дұрыстап орындасаң, мен саған сый-сияпат беремін. Егер де дұрыстап орындамасаң, ары қарай не болатынын өзің білесің. Және де бағанағы жауыз достарымның не айтып жатқанын барлығын маған жеткізуді ұмытпа. Маған айтады деген сенімдемін. Өйткені сен өте мықты, өте күшті агенттің бірісің. Сол үшін саған келіп отырмын. Иә, болды ғой, түсіндім. Бәрін чики-пуки қылам ғой. Смело істеп тастаймын, оп-оңай мен үшін оның бәрі. Онда мен саған сендім. Сенің барлық тірлікті дұрыс дейтін білем ғой енді. Сол үшін саған кеп тұрмын. Мен онда көп созбай уақытты жылжиын, ато менің уақытым кетіп бара жатқан сияқты. Мейлі онда, сау бол. Мен өзімнің сиқырымды қолдану арқылы басқа әлемге кеттім. Сені де жіберетін жеріңе жіберейін. Менің ең басты мақсатым олардың не айтып жатқанын білу керек. Сөйтіп бағана клоун мырзаға барлығын мұқият дұрыстап айтуым керек. Сөйтіп мен бостандыққа шығамын. Не айтып жатыр екен? Армысыңдар достарым, қалайсыңдар? Иә, армысыңдар, жақсымыз, өзің қалайсың? Менде бәрі жақсы. Бүгін не болатынын білесіңдер ғой? Иә, білеміз не болатындығын. Айта бер, барлығын мұқият тыңдап тұрып, кімді қалай және де не үшін жазалайтынымызды бізге айтсаң болды. Біз соны орындаймыз. Болды, тек сол ғана. Неге бірден жазалау дейсің? Түсінбедім. Өйткені біздің ең басты миссиямыз жазалау емес па? Соны айтып жатырмын сендерге. Өздерің біліңдер. Ақымақ, сен дымды да білмейді екенсің. Жазалаумен не екенін білесің бе өзі, ақымақ? Мен әрине білем бәрін. Аха, сен дымды да білмейсің. Сен өзің не істеп жатқаныңды да білмейсің. Сен бірден жазалау дейсің, ақымақ. Жоспардың бәрін білдіретін да жүресің, ақымақ. Датым бар сізге, тақсыр. Клондардың не туралы айтқанын барлығын біліп естідім. Және де оның сіздерге қауіп төндіретін барлығын естідім. Айта бер, не туралы айтып жатыр екен? Олар не айтып жатыр екен? Бізге айт барлығын, баяндап бер. Тез арада. Олар ең бірінші барлығын қырып жоймақшы. Біздің өте мықты қарулы күшіміз бар. Олардың күші жетпейді оған. Соны біл. Түсіндің ба? Бірақ та сенің айтқаның өте дұрыс болды. Өйткені сол арқылы біз әулетімізді құтқара аламыз. Олар жауыздықпен менің қызымды сиқырлап қойды. Және де менің қызым оянбай жатыр. Соған құпия сөз керек. Мен ол сөзді білемін. Мен бағана оның бәрін естідім. Және де сіздің қызыңызды оята аламын. Онда менің айтқанымды істе де, қызыма жақында. Сен оятасың ба көрейік. Егер де оята алмасаң, мен сені өз жерде атып өлтіремін. Ол үшін арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Тек қана сол ғана. Абракадабра. Оян. Ей, не деп жатсың? Маған айт тез. Менің қызым оянды ма? Не болып жатыр? Айт тез. Әйтпесе өлесің. Білмедім. Қазір ояну керек. Мен оған сенімдімін, қазір ояну керек. Әйтпесе мен сені өлтіремін. Жоқ, өлтірмейсіз. Мен сенімдімін, ол қазір оянады. 100% сенімдімін. Маған не болды?
Басым. Басым. Мен қайта ояндым, әке. Мен қайта ояндым. Ол мені құтқарды, әке. Саған видеолар ұнады ма? Қызық болды ма? Әрине өте қызық видеолар екен.